Мал чарбашылығын тіректі кәсіп еткен ұлтымыздың көп сандысы көшпенді тұрмыс кешіріп, 4 маусымдық ауа райының ерекшелігіне қарай қалыптасқан қоныстарында көшіп қонып, шаруашылығын шалқытқаны баршамызға аян. Әр көшпенді отбасының 5 жастан жоғары әр қайсы адамына бірден ер тоқым қажет. Ер тоқым көбейген сайын ер тұрман әбзелдерінің қажеті де арта түседі. Неше мыңдаған жылдық көшпенділік тұрмыс барысында халқымыз қайта-қайта әмелияттан өткізу арқылы мал мен аңның жүні терісінен тұрмыс пен өндіріске қолайлы бұйымдар мен материалдарды жасап, қазіргі дейін жалғастырып пайдаланып отыр. Мал терілерін мәнерлеп тымақ, тон, шалбар, ішік тігіп киюден тыс, торсық, тұлып, қайыс арқан, қайыс шылбыр, қамшы, жүген ноқта, өмілдірік құйысқан, айыл, жырым қатарлы өндіріс тұрмыс бұйымдарын мал терілерінен мәнерлеп, қажетті қанағаттандырып келді. Әне сондай текті өнерді бүгінге жалғап, жастайынан тері илеу өнерін игеріп, өрімшілдікпен шұғылданған қарапайым ауыл азаматының бірі Үрімші ауданы Бәнфанку ауылының тұрғыны Қыран Сапанұлы. Біз енді қыста осы маңайдағы терілерді жинап аламыз, соғым терілерін. Одан әке осы илейміз, негізінде мына терінің ішкі бетін сыртқа қаратып қойса, мына аяз сорып, аяз иығып кетеді екен теріні қыста. Енді ал жазда болса, терінің ішкі бетіне мына айран жағып, тағы да осы далаға шегелеп қойсақ, күннің нұры арқылы өзі иіп кетеді екен. Содан алып істетеміз, ортасынан кесіп ап, үзеңгі бау, қалыңдау жерлерінен айыл жырым, енді ортасынан асқаннан кейін тері біраз неметеді, содан жұқарат, содан жүген, ноқта деген сияқты өреміз. Енді осы бір теріден әдетте осы 2 метр 20 үлкен терілерден жақсылап өрсеңіз 2 аттың жабылық шығады. 2 аттың жабылығынан 5 тұрман мысалы. Жүген, ноқта, 2 айыл, 2 жырым, өмілдір құйысқан, пыстан деген нәрседен осыдан бір теріден 2 аттың жабылық шығады. Енді мына сарлықтың терісі біраз қалыңдау болады. Ол мына жүген ноқтаға біраз сәл қалың болып, өруге қолайсыз болады. Бұл енді негізінен мына үзеңгі бау, айыл жырым деген сияқты нәрселерге мықты болады. Сарлықтың терісі сәл кішілеу болады, бірақ енді мықты болады. Бұның төзімділік қуаты өрімге жоғары болады. Бір сиырдың терілері мысалы 2 дүзиян, 3 дүзиян болады. Бұл илеп алғаннан кейін бір сиырдың терісінен 3000 ян, 4000 ян осындай жаратамыз. Бүгінде өрімшіліктің сан түрін игерген Қыран, бұл өнерді Нәнсан өңіріне танымал өрімші атасы Сапан Ақсақалдан үйренген. Әдетте өрме айыл бедерлі көркем келеді. Ал бедерлі айыл көркем көрінгенмен ғана емес, қайта тартқан орнынан көп жылжымайды, қозғалмайды. Ер тоқым қозғалмағаннан кейін көліктің арқасы да жауыр болмайды, су өтпейді, созылмайды. Күнге қурап сынбайды. Сертімділігі жоғары болғандықтан пайдалану уақыты да ұзақ болады. Ертеректе өрімшілдікте материалды аса талғампаздықпен істететін. Өруге қиын таспа саны көп, уақытты көп ұстайтын көркем өрім түрлері өндіріс бұйымы, тұрмыс бұйымы болудан сырт, сан салтанатқа пайдаланылатын әсем өнер бұйымы да болып келген еді. Айылымыз осы 9 таспалық, 5 таспалық дөң айыл, 7 таспалық болып келеді. Көбінде елдердің тапсыратыны осы мына 7 таспалық айыл болады. Бұл өзі мына айыл 9 таспалық болса біраз жалпақтау болып кетеді, мына ерді жақсы ұстамайды. Енді мына 5 таспалық дөң айыл болса, ол біраз жіңішке болады да, аттың бауырын қиятын сондай болады. Жүген 22 таспалық серкенің терісінен өргенбіз. Бұл енді мына сиырдың терісіне қарағанда біраз жұқалау болады да, мына өрген кезде таспалар мына жіңішке, біркелкі, сұлулық жағынан, әсемдік жағынан сондай жақсы болып. Әдетте мына өрімге енді осындай мына 22 таспалық, мына 16 таспалық деп жатамыз. Осыған мысалы әдеттегі ешкі кішкене лақ, мына ешкінің терілері жарамайды. Бұған семіз атан серкелердің терісі жарайды. Кеуден ноқта негізі 15 таспадан өріледі. Бұның айырмашылығы мына сарлық терісінен өргенбіз мықты болсын деп, мынандай асаулықларға мынандай сом қылып отырып өреміз. Мынандай қалың. Енді мынау мысалы жеңіл болу үшін бәйгаттардың басында мынаны. Бәнфанку ауылының тыңсауғы қыстағы жері қағыр, суармалы атызы шанақты болып, тау баурайына ірге тепкен. Жаз айларында саяхатшы қабылдайтын мұндағы тұрғындардың басым көбі түрлі кәсіптерге ойысқан.
Кыранда жаз айларында ауылдастармен бірлікте саяхат кәсібімен шұғылданумен қоса, ат майлайтын ауыл тұрғындарына сиыр терісінен, ешкі терісінен, сарлық терісінен айыл жырым, ноқта жүген өріп кәсіптенуде. Біздің жаздан да үш жерде саяхат райондары болады. Соған мына өзіміздің ағайындарымыз, ат майлайтын ағайындарымыз үш жерден негізі мына аттың бес тұрманның жақсы болуын, әсіресе мысалы айылдың, жырымның мысалы күш келетін, осылардың үзіліп кетеді, соған қарай осы мықты болады деп негізінен осы жерге маған бұйыртады. Соныменен қыстың осы 4-5 айында жазда бұйыртып қойған нәрселерін осы қыста мен 4-ші ай 5-ші айларға дейін бітіріп берем. Жолдасымда енді кестешілік деген сияқты бос уақыттарда солармен айланысады. Біздің енді мына жердегі екінші отрядымыздегі мысалы мына егістік жеріміз жауын менен ғана суарылып өнім алатын жер. Жастайынан сыл әке-шешесі кәрі болып қиыншылығы болғандықтан бұл өзі жастай кәсіптеніп кеткен бір азаматымыз. Бұл семья тарихы да бұрын 10 жылдың алдында төмен семья қатарында болатын. Әзір осы қыранның мықтылығы, қыранның өзінің кәсіпке чөгелділігінен, мысалы осы отырған үйде өзі жеке өзі салып шықты. Саймандар мысалы заттай сатып алып, мына істеу өзі салып кәсіптен осы баспанасын сап алған.